Қайырлы балалар, бүгін сендермен 3-ші сынып 32-ші сабақты өтетін боламыз. Сабақтың тақырыбы формулалар, ұжым, біз әртүрліміз, бірақ біргеміз. Бұл сабақта шамалардың формуласын түсінуді үйренетін боламыз. Бірінші тапсырма. Достарыңмен ойна. Алтының кестелік жағдайы мен оның жауаптары жазылған қиық қағаз ал. Кім кестені жақсы біледі, бірге тез шығара алдыңдар ма? Себебін түсіндірдік. Яғни бұл жерде көбейту және бөлу амалдары берілген. Бірінші 6 көбейту 6 36-ға тең, 6 көбейту 7 42-ге тең, 6 көбейту 8 ол 48-ге тең, 6 көбейту 9 ол 54-ге тең болады. Келесі 36 бөлу 6 6-ға тең, 42 бөлу 6 ол 7-ге тең, 8 бөлу 6 ол 8-ге тең, 54 бөлу 6 ол 9-ға тең. Яғни бұл жерде өсу ретімен жазылып тұр. Ал көбейтуде де өсу ретімен жазып шығамыз. Келесі тапсырма есеп, әр есеп үшін қай форманы пайдаландың түсіндіріп тұр. Яғни бірінші бізге берілген қағаз қыстырғыш, оның бағасы 5 теңге, саны 7 дана, бізге табу керек құнын. Яғни құнын табу формуласына бірінші үшбұрышқа қараймыз. Яғни құны тең болады, бағасын санына көбейтеміз. Формула құны тең бағасын көбейтеміз санына. Яғни бізде құны тең бағасы бізде 5 теңге, 5 теңге бағасы 5 көбейту саны бізде 7 дана. 5-ті 7-ге көбейтеміз. Сонда 35 теңге болады. Құны мына жерде 35-ке тең болады. Жауап құны тең 35 теңге. Келесі екіншісінде өшіргіш берілген. Өшіргіштің бағасы 7 теңге, санын табуымыз керек, құны 42 теңге. Санын табу формуласы, яғни санын табу формуласы құнын бөлеміз бағасына. Яғни саны тең құны бөлеміз бағасына. С тең саны тең, құны бізде 42 теңге, ал бағасы 7 теңге. 42-ні 7-ге бөлетін болсақ, 6 дана болады. Яғни саны сонда саны 6 дана болып тұр. Санына мына жерге 6 деп жазамыз. Келесінде бізге дәптер берілген, дәптердің бағасы белгісіз, саны 6 дана, ал құны 48 теңге. Бағасын табу формуласы, яғни екінші үшбұрышқа қараймыз. Бағасы тең болады, құнын бөлеміз санына. Бағасы тең, құны бізде 48 теңге. Бөлеміз бағасы саны 6 дана. 48-ді 6-ға бөлетін болсақ 7. Яғни бағасы жауап бағасы тең болады 7 теңге. Мына жерге 7 деп жазамыз кестеге. Келесі тапсырмада біздің сыныптың оқушылары жинап алған өнімді есептеуге көмектесті. Яғни жалпы массасы себеттің жалпы массасы жм әрпімен жазылады. Оның формуласы массасын көбейтеміз санына. Ал м деп отқанымыз бір себеттің массасы, с деп отқан себеттің саны. Ал массасын табу үшін жалпы массасын санына бөлеміз. Ал санын табу үшін жалпы массасын массасына бөлеміз. Енді бізге берілген сурет пен кесте бойынша есептеп құрастырып, оларды шығар деп тұр. Бірінші кестеге қарайтын болсақ, бір себеттің массасы, яғни мынау массасы берілген, себеттің саны берілген с әрпімен, ал бізге табу керек жалпы массасына. Бірінші есеп массасы 6 килограмм, саны 5, жалпы массасын табу керек. Жалпы массасын табу формуласы массасын көбейтеміз санына. Яғни массасы бізде 6 килограмм, саны 5, екеуін көбейтетін болсақ 30 килограммға тең болады. Келесі бізге берілген неше килограмм, массасы неше килограмм деп тұр. Массасы бізде 6 килограмм білеміз. Бізге табу керек, санын табуымыз керек, ал жалпы құны бізде 30-ға тең. Санын табу формуласы
жалпы массасын бөлеміз массаға, яғни жалпы масса бізде мына 30, массасы 6 бөлетін болсақ саны 5-ке тең болады. Осы форманы қолдандық. Яғни мына жерге 5 деп жазамыз. Ал үшіншісінде бізде массасы белгісіз, себеттер саны 5, жалпы массасы 30-ға тең. Ал енді массаны табу формуласы М тең жалпы массасын бөлеміз санына. Міне жалпы массасын бөлеміз санына. Жалпы масса 30-ға тең, саны 5-ке тең, ал массасы 6 килограмм болып тұр. Яғни мына жерде 6-ға тең. Келесі есепті құрастыр. Келесі есепті шығар, формулаларды қолданып берілген есепке кері есептер құрастыр. Яғни балалар өнімді бірдей жәшіктерге жинады. Бір жәшікке 9 килограмм өнім сияды. Егер жиналған өнімнің массасы 54 килограммға тең болса, онда олар неше жәшік өнім жинаған. Яғни бізге берілген бір жәшігі 9 килограмм деп тұр. Жалпы 54 килограмм бізге неше жәшік жинаған табуымыз керек. Яғни саны, жәшіктің санын табуымыз керек. Санын табу үшін жалпы массасын бөлеміз массаға. S тең саны тең болады. Жалпы масса бізде 54, ал массасы 9 килограмм. 54-ті 9-ға бөлетін болсақ 6. Сонымен жауабы 6 жәшік бар екен. 6 жәшік немесе жинады. Келесі енді кері есеп құрастыр деп тұр. Яғни енді өзіміз есеп құрастыратын болсақ, бір жәшікте 9 килограмм бар. Ал бізге берілген 6 жәшік. Біз табуымыз керек жалпы массасы неше килограмм. Шешімі жалпы массасын табу формуласы, жалпы массаны табу формуласы, массаны көбейтеміз санына. Яғни жалпы масса тең болады. Бізде масса 9 килограмм, ал жәшіктер саны 6-ға тең. 9-ды 6-ға көбейтетін болса 54 килограмм. Жалпы бізде 54 килограмм бар. Келесі амалдардың орындалу ретін анықтап, оларды есепте деп тұр. Бірінші бізге берілген 54 бөлінген 6 қосу 5 көбейту 7 деп тұр. Бұл жерде бірінші бөлу амалы, одан кейін көбейту амалы, одан кейін қосу амалы болады. 54-ті 6-ға бөлетін болсақ 9 болады. 5-ті 7-ге көбейтетін болсақ 35, екеуін қосатын болсақ 44-ке тең болады. Келесі бірінші шақшаның ішінде қосу амалы, одан кейін бөлу амалы, одан кейін үшінші қосу амалы болады. 24-ті 6-ға қосатын болсақ 30 болады. Оны бөлеміз 5-ке, оны қосамыз 2-ке. 30-ды 5-ке бөлетін болсақ 6, оған қосамыз 2. Яғни жауап 8-ге тең болады. Келесінде бірінші жақшаның ішіндегі бөлу амалы, одан кейін сыртындағы бөлу амалы, одан кейін қосу болады. Бірінші 45 бөлу деп жазамыз. 12-ні 18-ді 2-ке бөлетін болсақ 9, оған қосамыз 27. 5-ті 9-ға бөлетін болсақ 5 болады. Оған 27-ні қосатын болсақ 32-ге тең болады. Келесінде бірінші жақшаның ішінде азайту, одан кейін екінші жақшаның ішіндегі азайту, одан кейін бөлу амал болады. 37-ден 17-ні азайтатын болсақ 20-ға тең, бөлеміз. 12-ден 8 азайтатын болсақ 4-ке тең болады. 20-ны 4-ке бөлсек 5 болады. Келесі бірінші көбейту амалы, одан кейін бөлу амалы, одан кейін қосу амалы болады. 6-ны 5-ке көбейтетін болсақ 30, қосу, 32-ні 8-ге бөлсек 4, 30-ға 4 қоссақ 34-ке тең болады. Келесі бірінші көбейту амалы, одан кейін қосу амалы, одан кейін азайту амалы болады. 67 жазылады. Қосу 29, азайту 5-ті 7-ге көбейтетін болсақ 39 болады. 35 болады. Тең 67-ге 29-ды қосатын болсақ 96, одан азайтамыз. 35 тең 61-ге тең болады. Келесі есеп
Бірінші жақшаның ішіндегі көбейту, одан кейін азайту, одан кейін жақшаның сыртындағы азайту амалы орындалады. Бірінші жақша ашамыз, 60 жазылады. 3-ті 4-ке көбейтсек 12, жақшаның сыртында 39 азайту бар тең. 60-тан 12-ні алатын болсақ 48-ге тең, одан 39-ы азайтатын болсақ 9-ға тең болады. Келесі бірінші жақшаның ішіндегі бөлу амалы орындалады, одан кейін қосу амалы, одан кейін жақшаның сыртындағы азайту амалы орындалады. Бірінші 300-ді жазып аламыз, одан кейін жақша ашып, 36-ны 4-ке бөлетін болсақ 9 болады, оған қосамыз 38-ді. Тең 300 жазылады, азайту 38-ге 9-ды қосатын болсақ 48-ге тең, 300-ден 48-ді 30-ға 48-ді қосатын болсақ 47-ге тең болады. 300-ден 47-ні азайтатын болсақ 253-ке тең болады. Келесі бірінші бөлу амалы орындалады. Мына жердегі бөлу амалы, одан кейін көбейту амалы орындалады, одан кейін бірінші қосу амалы, одан кейін екінші қосу амалы орындалады. Бірінші 8-ді жазып аламыз, одан кейін 45-ті 9-ға бөлетін болсақ 5 болады. Қосу 7-ні 3-ке көбейтетін болсақ 21 болады тең. 8-ге 5-ті қосатын болсақ 13, оған қосамыз 21-ді. 13-ке 21-ді қосатын болсақ 34-ке тең болады. Келесі бірінші жақшаның ішіндегі азайту амалы, одан кейін көбейту амалы, одан кейін қосу амалы орындалады. 7 жазылады, көбейту 38-ден 34-ті азайтатын болсақ 4-ке тең болады, оған 29-ды қосамыз. 7-ге 4-ті көбейтетін болсақ 28-ге тең болады. Оған 29-ды қосатын болсақ 57-ге тең болады. Келесі жақшаның ішіндегі қосу амалы орындалады, одан кейін бөлу амалы, одан кейін үшінші азайту амалы жазылады. Бірінші 90-ды жазып аламыз, азайту 25-ке 15-ті қосатын болсақ 40-қа тең болады. Оны бөлеміз 8-ге тең, 90 жазылады. 40-ты 8-ге бөлетін болсақ, ол 5-ке тең болады. Яғни 90-нан 5-ті азайтатын болсақ 85-ке тең болады. Келесі бірінші көбейту амалы орындалады, одан кейін бөлу амалы, одан кейін бірінші тұрған қосу амалы, үшінші, одан кейін соңында қосу амалы орындалады. Бірінші 22-ні жазамыз, қосу 8-ді 5-ге көбейтсек 40, қосу 27 бөлінген 3 деп тұр, ол 9-ға тең болады. Енді 22-ге 40-ты қосатын болсақ 62, оған 9-ды қосатын болсақ 71-ге тең болады. Енді келесі тапсырма суретке және формулаларға қара. Суреттің мағынасы және формулаларды әріптермен білдіретін түсіндір. Біздің сынып ұйымшыл, біз жарысқа қатысамыз. Жарысқа арнап киім тіккіздік. Яғни жалпы ЖШ деп отырғанымыз жалпы бұйымға кеткен материал шығыны. Ал Ш деп отырғанымыз бір бұйымға кеткен материал шығыны, С деп отырған бұйымның шығыны. Яғни мына жерде ЖШ, яғни жалпы бұйымға кеткен материалдың шығынын табу үшін шығынды көбейтеміз бұйымның санына. Ал шығынды табу үшін жалпы бұйымға кеткен материал шығынын бөлеміз бұйымның санына. Ал бұйымның санын табу үшін жалпы бұйымға кеткен материалдың шығынын бөлеміз шығынға. Келесі есеп. Есептің берілуін кестеге жаз, формуланы пайдаланып есепті шығар. 6 метр матадан 3 бірдей балалар костюмі шығады. Бір костюмге қанша метр мата қажет деп тұр. Яғни бізге маталардың саны берілген, ол 3-ке тең. 3-ке, ал жалпы шығын ол 6 метр деп тұр. Бізге табу керек жалпы емес, бір ненің санының шығынын табу керек. Шешімі. Біз енді шығынды табу үшін шығынның формуласы, яғни бір шығынға кеткен материал тең болады жалпы шығынды бөлеміз санына. Ш тең жалпы шығыны бізде 6 метр. Оны бөлеміз 3-ке, яғни 2 метр. Жауап. Бір материалға кеткен шығын ол 2 метрге тең. Келесінде Б нұсқасында
Б нұсқасында бізге берілген 6 метр матадан бірдей балалар костюмі тігілді. Егер бір костюмге 2 метр мата жұмсалса, онда неше костюм тігілді деп тұр. Бізге берілген екіншісінде шығыны бір матаға бір костюмге кеткен материалдың шығыны ол 2 метр деп тұр. Біз жалпы шығыны берілген ол 6 метр деп тұр. Бізге табуымыз керек санын. Яғни неше штук тігілді. Шешімі санын табу үшін С тең жалпы шығынды бөлеміз бір костюмға кеткен шығынды. С тең болады. Жалпы шығыны бізде 6 метр, бір костюмға кеткен шығын 2 метрге тең. 6-ны 2-ге бөлетін болсақ, 3-ге тең, метрді метрге бөлетін болсақ, өлшем бірлік болмайды. Сонымен жауабы бізде саны 3 дана екен. 3 дана болады. Келесі Б нұсқасында бізге берілген 3 бірдей балалар костюмі тігілді. Яғни саны берілді 3 бірдей деп тұр. Бір костюмге 2 метр мата жұмсалды. Яғни бір костюмге 2 метр деп тұр. Онда барлығы неше метр мата жұмсалады. Яғни жалпы шығынды табуымыз керек. Шешімі жалпы шығынның формуласы бір костюмге кеткен шығынды көбейтеміз санына. Яғни Ш тең болады. Бір костюмге кеткен 3, бір костюмге кеткен 2 метр, оны көбейтеміз. Жаңағы 2-ні 3-ке көбейтеміз. Сонда 6 метр болады. Жауабы жалпы костюмге кеткен материалдың шығыны 6 метр болады. Келесі тапсырма: есепті шығар, қандай формулаларды қолданар едің? Егер 6 метр матадан 3 бірдей балалар костюмі тігілсе, 12 метр матадан осындай қанша метр тігуге болады деп тұр. Енді бізге берілген 3 дана, яғни 12 метр берілген, олар қанша дана шығады деп тұр. Енді біз алдымен шығынын бір костюмге кететін шығынын тапып алуымыз керек. Шығын табу үшін жалпы шығынды бөлеміз санына. Енді біз жалпы шығынын табу үшін жалпы шығыны бізде 6-ға тең, 6 метр бөлеміз саны 3-ге тең. 6-ны 3-ге болатын болсақ, ол 2 метрге тең. Бұл бір бұйымға жұмсалған шығын. Енді келесі біз табуымыз керек санын. Енді санын табу үшін жалпы шығынды бөлеміз шығынға. Бізде жалпы шығын ол 12 метр. Ал шығын бұйымға кеткен жұмсалған шығын ол 2 метрге тең. 12-ні 2-ге бөлетін болсақ, ол 6-ға тең болады. Сонымен жауабы 6 дана. Сонымен бүгінгі 3-ші сынып 32-ші сабақ аяқталды. Видеома лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.